Құрметті көрермен, бүгінгінің басты тақырыбына оралайық. Жаңа ғана айтып өттік. Мамыр айының келесі 10 күндігінде көктемгі егіс науқаны басталады. Енді осы егіс науқанына дайындық жұмыстары қалай жүріп жатыр, мемлекеттік субсидия қалай бөлінеді, биылға жаңағы дәнді дақылдардың тараптандыру жұмысы бойынша қандай іс атқарылуда, осы жөнінде әңгімелесеміз. Студия қонағымен таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Анас Баққожаев және бірер сәттен кейін тікелей қосылымда бізбен Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі егіншілік департаментінің бас сарапшысы Ерсайын Досымбетов қосылады. Анас мырза, студиямызға қош келдіңіз, қайырлы кеш. Енді жаңа айтып өттім ғой, мемлекет басшысы тапсырма берді осы дәнді дақылдарды әртараптандыру бойынша. Осы жөнінде айтып өтсеңіз, қандай өзгерістер болды? Енді өзіңіз білесіз, моно дақылдықтан біз кетуіміз керек. Ол біріншіден неге? Енді өзіңіз білесіз, мына топырақтың сапасын сақтау үшін, оны қорғау үшін ауыспалы егістікті пайдалану керек біріншіден. Бір ғана дақылды еге берсе, жердің тоз-тоз шығатыны анық. Екіншіден, былтыр өзіңіз білесіз, мына қуаңшылық болды, сонан кейін күзде жаңбыр болды. Бір ғана бидайға арқа сүйеп отырған шаруалардың жағдайы мәз болған жоқ. Сондықтан да мына сыртқы нарықта сұранысқа ие, ішкі жаңағы нарықта қайта өңдеу заводтарының да сұранысына ие болатын майлы дақылдарды неге көбейтпеске деген мәселе туындайды. Міне сондықтан да осы әртараптандыру бойынша президенттің берген тапсырмасы дұрыс. Ол менің ойымша орындасақ жақсы, жаман болмаймыз деп ойлаймын. Енді қалай ойлайсыз, жалпы осы тасқын егістік науқанына қалай әсер етіп отыр? Әсер еткен жоқ, менің ойымша. Бұнда негізгі өзеннің арналарының маңындағы жерлер, сонан кейін елді мекендер ғой, топан судың астында қалған. Ең негізгі бұнда шығынға түсетіні жұмыскерлер. Көп елді мекендердің тұрғындары сол елді мекен маңындағы шаруашылықтардың жұмыскерлері. Ол үйіндегі жағдай түзелмей, әрине жұмысын жағдайын ол ойлай алмайды. Енді міне қазір көктемгі егіс жұмысы, мал шаруашылығы болсын, егер жұмыскеріңіз үйіндегі шаруаны бітіре алмай шығынға түсіп жатса, әрине қиын. Ертеңгі уақытта жұмысқа шыға ма жоқ па деген мәселе туындайды. Сондықтан мен ойлаймын, былай ауыл шаруашылығына таза алқаптарға келген зияны өте аз, өте кішкентай деп айтуға болады. Ал енді жұмыскерлер жағынан кішкене ауыртпашылық бар, әрине. Енді осы әртараптандыру бойынша атқарылған жұмыстардың аясында мынау бидай алқаптарын 426 мың гектарға азайту көзделген. Енді қалай ойлайсыз, бізде бір жүйеге қойылған экспорт бар, осы экспорт нарығына қалай әсер етеді бидай? Біздің енді қараңызшы, жыл сайын біздің темір жол, Қазақстан темір жолы жалпы біздің Қазақстан шаруаларының өнімін, мына бидайды тасымалдау проблемасын шеше алмайтынына біз әбден көзіміз жетті. Біріншіден, ол жаңағы жаңа жол салынбағаннан кейін, болмаса жаңағы тасымалдайтын вагондардың саны көбеймегеннен кейін, қажетті деңгейде. Бұл проблема шешілмейді деген күмән бар. Демек, мына қай нарыққа біз бағытталуымыз керек? Әрине, көрші тұрған Қытайға. Қытайда қазір осы майлы дақылдарға өте үлкен сұраныс бар. Демек, мына іргелес жатқан облыстардың өзі мына автокөлікпен жеткізсе де, бұл тауарды сатуға мүмкіндік пайда болады. Сондықтан да майлы дақылдарға ден қойып жатқаны міне осыдан. Ал енді екіншіден мен ойлаймын, мына қазіргі жалпы фермерлерге мынаны ек деп ешкім айта алмайды. Ол дұрыс емес. Себебі біз нарықтағы экономикада өмір сүргеннен кейін нарықтағы сұранысқа ол өзінің жоспарлау керек жұмысын. Міне осындайда әр төленген арзан несиемен әр төленетін субсидияның біз тиімділігін қамтамасыз етуіміз керек. Қазір мынандай шығарып апты халық арасында, мынандай әңгіме жүр. Бізге ауыл шаруашылығына субсидия керек жоқ, тек қана арзан несие беріңіздер, болды, біз соған қанағат тұтамыз деп. Мен онымен өз басым келіспеймін. Жалпы ауыл шаруашылығы мына климатқа тәуелді сала. Сондықтан да мына осындай жағдайлар туындап қалған кезде олардың шығынын кім жабады? Әрине, мемлекет субсидияны алып тастамау керек. Қайта осы субсидияны еселеп, арзан несиенің көлемін ұлғайтуымыз керек. Мына осы жағын біз ұмытпауымыз керек. Енді одан кейін тыңайтқыштарға қатысты да қазір көп деген сұрақтар туындап жатыр. Осы тыңайтқыштарды көбіне үкімет жергілікті өндірушілердің
тыңайтқыштары болуы керек дейтін тапсырма беріп жатыр, иә? Осы тұрғыда қалай ойлайсыз, бұл ертең бір компанияның ғана, я болмаса бір өндірушінің ғана жаңағы бәсі жоғары болып кетіп, қалғандарына кішкене мүмкіншілік берілмей қалмай ма дейтін сұрақ туындайды? Жоқ, ондай болмайды деп ойлаймын. Мен былай айтар едім. Бүгінгі таңда ең шығындардың көп бөлігін алатын негізгі үш дүние бар. Бірінші дүние бұл ауыл шаруашылық техникасының бағасы. Сіз қалай жаңағы технологияны орындайсыз, егер ескі техникамен отырсаңыз. Сондықтан да бүгінгі утиль алым тағы да көптеген мәселелер туындап жатыр. Соның барлығын қазір бір ретке келтіріп, техниканың бағасын арзандатуымыз керек. Екінші, бізде тыңайтқыштар мен агрохимияның бағасы өте жоғары. Біз қайта мемлекет осы фермерлердің шығынын азайтамыз десек, тіпті мемлекеттің заводын салып тастау бойынша ойластыру керек, менің ойымша. Оның мақсаты қандай? Фермерлерге жаңағы тек қана нарықтың субъектісі бизнес арқылы сатпай, мемлекеттің мүддесі арқылы, сол заводқа иелік ету арқылы, сол арқылы бағаны арзандатып, осы көктемде төмен бағамен алатындай біз жағдайға қол жеткізуіміз керек. Әрине, химияның көп бөлігі шетелден келеді. Бірақ демек алдағы уақытта осы біз өнеркәсіп саласын дамытамыз десек, химияның осы жаңа түрлерін Қазақстанда өндіріп, сол бойынша мемлекеттің меншігіндегі заводтарды құрсақ, мен ойлаймын, жаман болмаймыз. Түсінікті. Енді режиссерларымыз Ауыл шаруашылығы министрлігі егіншілік департаментінің бас сарапшысын тікелей қосылымға шығарды. Ерсайын мырза, қайырлы кеш, естіліп тұр ма? Да, естіліп тұр. Ерсайын мырза, енді биылға егіс науқаны жайында айтып жатырмыз ғой, көктемгі басталатын. Қандай өзгерістер болады? Жаңа айтып өттік, әртараптандыру бойынша тапсырма берілді. Толығырақ айтып беріңізші, енді дақылдарға қанша ауданнан беріліп жатыр? Айтылғандай, жылдың басында осы үкімет отырысында осы министрліктің жалпы осы биылғы жылы әртараптандыру бойынша жұмыстар жүргізілді. Нақты көрсеткіштер облыстарға жеткізілді. Бүгінгі жаңа айтылып өткенде жалпы республика бойынша 23,8 миллион гектарға егін егілуді жоспарлануда. Жаңа сіздер айтқандай осы бидайды алқаптары 426 мың гектарға азайту, оның есесінен майлы дақылдардың сызыпты тауарлар деп айтамыз ғой, нарыққа нарық деңгейіндегі тауарларды өндіру, яғни масличный майлы дақылдардың алаңын 372 мың гектарға ұлғайту. Сонымен қатар азықтық дақылдарды 66 мың гектарға, онымен қоса қант қызылшасын 6,5 мың гектарға ұлғайту жұмыстары жүргізілуде. Соның бұл диверсификацияның тағы да бір несі, суды көп үнемдейтін дақылдардың алқаптарын қысқарту болып табылады. Ол бүгінгі күні күріш және мақта дақылдарының алқаптары, күріш дақылы 11 мың гектарға және мақта дақылын 16 мың гектарға азайту жоспарлануда. Аталған нақты осы цифрлар облыстарға жылдың басында нақтыланып жеткізілді. Аталған осы жоспарды негізге алу тапсырылған болатын. Бүгінгі күні өздеріңізге белгілі егін егу жұмыстары барлық кейбір облыстарда басталып кетті. Ол оңтүстік облыстар, орталық және батыс және шығыс облыстар. Бүгінгі күні республика бойынша 1,7 миллион гектарға егін егілді. Сонымен қатар бүгін егін егу жұмыстарында дизель отынмен қамтамасыз ету бойынша 376 мың тонна дизель отыны бөлінді. Сонымен қатар минералды тыңайтқышпен қамтамасыз ету бойынша биылғы жылы жаңа өздеріңіз айтып өткендей аванстық субсидиялау тәртібі енгізілді. Жалпы отандық өндірістегі Казазот, Казфосфат заводтарында 60% субсидияланы өтеп беру жұмыстары жүргізілуде. Жалпы аталған осы минералды тыңайтқыштың негізгі жартысы осы 50% отандық өндірістегі заводтарға тиесілі болып табылады. Сонымен қатар бүгінгі күні техникаларын дайындағыда жалпы республика бойынша облыс әкімдіктерінің ақпаратына сәйкес жалпы осы егін егу жұмыстарының барлығы дайын. Және ол солтүстік өңірлерде қазір жүргізіліп жатқан жұмыстар. Сонымен қатар егін егу жұмыстары кезінде тұқыммен қамтамасыз ету жұмыстары да жүргізілді. Жалпы облыс әкімдіктерінің ақпаратына сәйкес бүгінгі күні 2-4 миллион тонна осы тұқым қажет болатын болса, оның бүгінгі күні дайын құйылғаны қамбаға 98% болып табылады. Қалған көлемдер корпорация арқылы тауар мен кредит тәртібінде берілетін болады. Оның жалпы көлемі 200 мың тонна. Енді бұл жердегі корпорациядағы тұқым ретінде берілетін астық ол өткен жылғы азық-түліктік астық болып табылады. Ол жаңа экспертизадан өткізіліп, оның 81% бірінші, екінші сыныпты
сортқа сәйкес келеді. Аталған жұмыстарына министрліктің жедел штаб құрылған, министрліктің жанында облыс әкімі орынбасарлары деңгейінде бұл жедел штаб төңірегінде аталған туындаған мәселелер тез арада шешу бойынша жұмыстар жүргізіліп, тиісті шаралар қабылданатын болады. Аталған мәселе және атап өткендей үкіметтің бірнеше отырыстарында талқыланды, мәселелер айтылды, облыс әкімдіктеріне тиісті тапсырмалар уақытылы берілді. Мен айтайын дегенім, жаңағы әртараптандыру күріш бойынша айтты ғой. Мен өз басым келіспеймін. Жалпы Қызылорда облысындағы мына күріштің пайда болуы бекер емес. Неге? Себебі жердің тозығы шығады. Егер осы су басып, осы жерді, осы сумен басып тұрмасаңыз, жердің тозы шығады. Бүгінгі таңда мына Алматы облысындағы Шеңгелді, Бақанас, Балқаш ауданындағы қазір осы суармалы жерлердің көлемі азайып кетті. 30 мың гектардың 14 мың гектарға түсіп кетті мысалға Балқаш ауданында. Нәтижесінде не алдық? Жердің сапасы бұзылды. Егер осылай жалғаса беретін болса, Қызылорда облысын қазір әртараптандырып күріштен басқа дақылға лақтыратын болса, суды аз қажет ететін, онда жердің быт-шыты шығады, мен сізге айтайын. Сондықтан да біз ғалымдар өмір бақи айтып келген күріш даласын міне сумен толтыруды біз назардан шығармауымыз керек. Бұл өте маңызды нәрсе. Ертең экологиялық апатқа алып келуі мүмкін бұл мәселе. Әртараптандырумен айналыссақ, біз дұрыстап ғылыми негіздемемен айналысуымыз керек. Тағы бір мәселе айтайын дегенім, мына қалған өңірлерде мысалға жаңбырлап суғару технологиясын оны күшейту керек шын мәнінде. Біз қараңызшы, былтыр қуаңшылықтан не алдық? Ешқандай өнімділікті біз ала алмадық. Ал енді су ресурстары өзі шектелу болған кезде, қазір Қазақстан сырттан алып келсе де, өзі өндірсе де, 80% субсидиясын берсе де, шаруалар тамшылап, болмаса жаңбырлап суғару технологиясын орнатып, ертеңгі уақытта өнімділікті шын мәнінде уақытылы және тиісті көлемде алам деген сенім пайда болу керек. Осыған жұмыс істеу керек. Ерсан мырза, алып қосарыңыз бар ма? Жаңағы енді бұл мәселені Қызылорда облысында күріш мәселесіне ол негізгі проблема шыққан, вегетационный период дейді, өсіп жетілу кезіндегі сол жақтағы Сырдария өзенінің енді өздеріңізге белгілі шектелес мемлекеттерге бәрі соғыларға тәуелді болып табылады. Аталған сол уақыттағы судың мол келу, аз келуіне сәйкес ол жылдағы қайталанатын проблемалық мәселе болып табылады. Соның есебінен бүгінгі күні ол диверсификацияның негізінен ол алқаптарын азайту болып табылады. Екінші айтылған мәселе, жалпы осы диверсификацияның негізгі бұл бағыты сол вегетационный периодтың кезінде судың тапшылығын болдырмау мақсатында атқарған шаралар. Ерсай мырза, енді сізге сұрақ, фермерлер үшін ауыл шаруашылық дақылдарын субсидиялаудың биыл қандай бағдарламалары бар? Қосымша қандай да бір тағы да бағдарламалар қосылды ма? Биылғы жылы өткен жылмен салыстырғанда 3 есе жоғары көлемде егін егу жұмыстарына қаржылай қолдаулар көрсетілді. Оның ішінде атап өтетін болсақ, осы жылдың басынан бастап аграрлық кредиттік корпорация арқылы кең дала бағдарламасы бойынша 140 миллиард теңге бөлінді. Ол былтырғы сумманың деңгейінде, сонымен қатар форвардтық сатып алу корпорация арқылы биылғы жылы 40 миллиард теңге егіс егу жұмыстарына бөлінді. Аталған көлем осы жылдың басында бөлініп, жылдың басынан бастап өтімдер қабылданып, бүгінде бөлу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Сонымен қатар өздеріңізге белгілі, үкімет отырысында қосымша осы қазіргі жағдайға сәйкес фермерлерді қолдау мақсатында қосымша 400 миллиард теңге бөлінді. Аталған бюджеттік қаражат бүгін үкімет отырысының қаулысы шығып, бүгінгі күні ол бойынша да тиісті өтімдер қабылданып, қазіргі күнге аграрлық кредиттік корпорациямен өтімдер қабылданып, бүгінгі күні өтімдер қабылданып жұмыстар жүргізілуде. Жалпы аталған осы қосымша бөлінген қаражат ол былтырғы өткен жылдарға салыстырғандағы осы шаруаларды қолдау мақсатында үлкен көмек деп есептеледі. Сонымен қатар жалпы осы базовый субсидия деп айтамыз, ол барлық жылда берілетін тұқымды мақсатқа минералды тыңайтқыштарды сатып алған кезде 50% субсидиялар төленеді. Сонымен қатар жаңа айтып өтті, тамшылатып суғару, сол жерлерді көптеп қолдану. Бұл бағытта да министрліктің өздеріңізге белгілі, осы құралдарды сатып алған жағдайда министрліктің 50% өтеп береді.
еңбек субсидия арқылы жүзеге асырылады. Аталған расход деп айтамыз, шаруалардың шығындарын 50%-ке дейін төлеп беру жұмыстар жүргізеді. Сонымен қатар мынау шаруаларға су беру маусым кезінде, су беру кезінде де ол аталған субсидия мөлшерлері көрсетілген. Мен айтайын дегенім, мына субсидия мәселесінде оны ұлғайту керек. Президентіміз айтты, 1,5 триллионға дейін ұлғайтамыз деп. Ол жоспар әрине орындалады алдағы уақытта, бірақ нағыз қажеттілікті орындау үшін біз қазіргі бар қаражатымызды тиімді пайдалануымыз керек. Мен сізге айтайын, мына агроолигархтар не істейді? Былтырғы көктемгі егіс жұмыстарына мысалы 1 миллиард теңге алатын болса, несие ретінде, сол 1 миллиардты биыл да алып отыр. Мысалға мәселе туындайды. Былтырғы шығарған өнімді сатқаннан кейін белгілі бір пайда табады ғой. Сол пайданың арқасында неге ол 1 миллиард теңгеден азырақ ақша сұрамайды? Демек, осы тапқан пайданы олар басқа бағытқа жұмсайды деген сөз. Неге агроолигархтар мысалға ол миллиардтап арзан несиені ала беру керек, ал кішкентай орта шаруашылықтар ақшасыз отыру керек? Міне осы мәселеде ауыл шаруашылығы министрлігі қазір аграрлық несие корпорациясымен өте етене жұмыс істеу керек. Демек, қазір қараңызшы, ауыл шаруашылығының тиімділік деңгейі өте төмен. Қазір сәл пайда болатын болса, оны басқа құрылыс саласына жібереді. Ақшаны басқа салаға салып қояды да отырады. Одан мен 5%-ық арзан несиені пайдаланайын деп. Ондай үлкен агрокомпаниялар бар. Президент, жаңағы премьер-министр Олжас Бектеновтің жақында айтқан сөзі бар. Шын мәнінде мына қолда бар ақшаны тиімді пайдалану үшін кіші шаруашылықтарға берейік. Үлкендердің қолында тістеген аузы кетіп қалмасын. Міне сондықтан да қазір осы ақшаны былтырғыға қарағанда агроолигархтарға азырақ беріп, соның арқасында кішкене майда шаруашылықтар көбірек қолдау керек деп есептеймін. Түсінікті. Енді мынау еліміздің кейбір өңірлеріндегі егіс жұмыстары қазір уже жүргізіліп жатыр ғой қазіргі таңда. 1,5 миллион гектар егілді ғой деймін, шатаспасам. Енді минералдық тыңайтқыштар бойынша Ерсайын мырза, қазір айттыңыз 50%-ын субсидиялайды деп. Басталып кетті ме бұл жұмыстар? Әрине ол аталған көлем местный бюджет деп айтамыз ғой, жергілікті атқарушы органдардың қаражат есебінен бөлінген жылдың басында. Ол бойынша бүгінгі күні Госагро субсидиялау жүйесі арқылы өтінімдер келіп, бүгінгі күні ол бойынша тиісті өтінімдер қаралуда. Ол жылдың басында жүргізіліп жатқан, жылдың басында бөлінген ақшалар. Бұл жерде мен айтайын дегенім тағы да мына ауыл шаруашылығы министрлігінің маманына айтайын деп отырмын. Біз түсінесіз ба, жыл сайын қаражатты көбейте беріп, шашыла бергеннен ешқандай пайда жоқ. Біз шаруаға ең бастысы қалтасына не ауыр? Минералдық тыңайтқыштар және агрохимия. Уландыратын химия. Осындай дүниені біз арзандатудың мәселесін көтеруіміз керек. Қалай арзандатамыз? Оны егер жеке қолдағы бар заводтар шығара берсе, ол бағасы жыл сайын көтеріле береді. Жыл сайын көтеріле берген не деген сөз? Субсидияның көлемінде сіз жыл сайын арттыруға мәжбүрсіз деген сөз. Міне сондықтан да мемлекеттік кәсіпорын құрып, өзіне өзі ең төмен бағамен сатуды қазір мақсат қою керек алдыға. Бұл өте маңызды дүние. Екінші, ауыл шаруашылық техникасын бағасын анағұрлым арзандатуға жұмыс жасау керек. Осы екі мәселені шешсе бәрі дұрыс болады. Мемлекеттік кәсіпорын құруға бола ма? Неге болмасқа? Не қажет ол үшін? Енді біріншіден өнеркәсіпке жауапты министрлік осы бағытты қолға алу керек. Ақша бөліп, ақша жоқ емес, бар ақша. Демек мемлекеттің мүддесін қолдайтын бір завод құрып, жұмысты бастаса, менің ойымша баға арзандайды деп ойлаймын. Түсінікті. Рахмет. Анас мырза, Ерсайын мырза, сізге де рахмет. Уақытыңызды бөліп тікелей байланыста сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін. Құрметті көрермен, таныстырып өтейін, студияда қонақта болған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Анас Баққожаев және де тікелей қосылыммен сұрақтарға жауап берген Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі егіншілік департаментінің бас сарапшысы Ерсайын Досымбетов болды.